Саламатсыздар достор, биз бүгүн осы тақырыпқа байланысты жоба жасаймыз. Бірінші бет кіріпсе жасанды интеллект. Жасанды интеллект бұл компьютер мен бағдарламаның адам сияқты ойланып, үйреніп, шешім қабылдау. Бүгінгі таңда ай көмегімен осындай канваға кеңдік енгіземіз. Бірінші беті кіріпсе болып шығады. Осындай ChatGPT'ден копировать етіп канваға саламыз. Ақпарат осындай шығады достар. Екінші бет. Ай қайда қолданылады? Сол сурет жасау, постер, аватар, иллюстрация, мәтін жасау. Сонда біріншідегі сияқты копировать етеміз, екінші бетке саламыз ақпаратты. Бұяқта копировать етіп шығады. Қалай ай қайда қолданылады? Екінші бет. Жақсарту. Үшінші бет арқылы не жасауға болады? Оқушы ай көмегімен өз жобасын жасай алады. Идеяны дамыта алады, дайын өнім шығара алады. Мысалдар, мектеп тақырыбында постер, табиғат туралы сурет, қысқа әңгіме, ең басты дұрыс идея. Үшінші бет идея таңдау. Мен идея таңдадым, өз құжылығын ойлау. Идеяны қалай таңдауға болады? Өз қызығушылығын, өз сүйетін, саған не ұнайды, сурет салу, ойын, табиғат, музыка. Төртінші бет енгіземіз канваға. Идея мысалдар, мектеп тақырыбында менің арманым мектебім болашақта сабақ, табиғат тақырыбы, табиғатты қорғау, жасал әлем, қиялы және болашақ. Бесінші бетке ақпарат іздейміз. ChatGPT бізге бесінші бетке ақпарат береді. Бесінші бет дұрыс сұраныс, промпт жазу. Ай көмегімен жұмыс істеудің ең маңызды бөлігі дұрыс сұраныс жазу. Сұраныс промпт бұл сенің айға беретін тапсырман. Дұрыс сұраныс ғарыш туралы, әдемі туралы, түрлі түстер, постер жасау, табиғатты қорғау туралы қысқа әңгіме жаз. Қате сұраныс сурет жасау, бірдене жаз, мұнда нақты ақпарат жоқ. Алтыншы бетке ChatGPT бізге ақпарат береді. Сәл күтеміз. Алтыншы бет практикалық бөлім. Бұл бөлімде оқушы өз жобасын жасап алады. Бұл бөлімде оқушы өз жобасын жасап көреді. Теориясын кейін нақты әрекет. Жоба жасау қағидалары. Бірінші идея ойла, қандай тақырыпқа жұмыс жасайсың. Қызықты және түсінікті идея таңда. Екінші сұраныс промпт жаз, айға нақты тапсырма бер. Тақырып стиль үстінде көрсетілді. Үшінші нәтиже ал ай жасамы сурет немесе мәтінді қажет болса қайта өзгеріп көр. Дизайнды жақсарт, мәтін қос, түстерді ретте. Қолданатын құралдар: Canva, постер, дизайн жасау, ай арқылы мәтін жасау, сурет генерациялау. ChatGPT бізге жетінші бетке ақпарат береді. Жетінші бет мысал және жұмыс қателер. Мысалы жұмыс. Сұраныс промпт табиғатты қорғау туралы жасы, түсті, заманауи стильдегі постер жаса. Жиі кездесетін қателер: өте жақты сұраныс, сурет жасы, нақты емес, тапсырма, тақырып жоқ, стиль көрсетілмеген. Идеяны болмауы, не жасау керегі түсініксіз. Бірден тоқтап алу, бірінші нәтиже ұнамаса қайталамау. Canvaға енгіземіз жетінші бетті.
ChatGPT bizga 8-betga axborot beradi. Бұл қорытынды болып шығады. Бұл курс барысында сен жасанды интеллект қолдану үйрендің және өз шығармашылық жұмысыңды жасадың. Сен не үйрендің? Идея ойлап табуды, дұрыс сұраныс промпт жасауды, көмегімен сурет пен мәтін жасауды, дайын жобаны үйрендің.